Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз су тіршілік көзі бөлімі бойынша таулардан өзен ағар сарқыраған. Сабағымыздың мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін түрінде құрастыру. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын оқылымалды тапсырмасын орындайық. Мәтінмен танысып, ой тұжырымдаңыздар. Сулы жер, нулы жер. Өзен жағалағанның өзегі талмас. Сағадағы ел су ішеді, аяғындағы у ішеді деген даналық сөздер қалдырған ата-бабаларымыз теңіз тұрмақ әрбір өзен, көл, тіпті құдықтарға дейін жау қолына қалдырмай, осы бір тіршіліктің көздерін ұрпағына табыстап отырған. Қазақ даласы онсыз да табиғи суларға аса бай емес. Жарайсыздар балалар. Пікірлеріңіз тыңдалды, әрқайсымыз өз ойларыңызды керемет айтып шықтыңыздар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген сызба бойынша Қазақстандағы ірі өзендердің орналасу картасын жасаңыздар. Алдыңғы және осы тапсырманың дескрипторы. Мәтінмен танысып ой тұжырымдайды. Қазақстандағы ірі өзендердің орналасу картасын жасайды. Ойларын дәлелдейді. Тапсырманы орындап болсақ, берілген карта бойынша өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріп шығыңыздар. Оқылым тапсырмасы. Сіздерге балалар екі түрлі мәтін берілген. Осы мәтіндерді салыстырып, мазмұндық және тілдік ерекшеліктерін анықтауларыңыз керек. Бірінші мәтін. Ыбырай Алтынсариннің өзен өлеңі. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар, өзеннен рақат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары, шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 мың мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен, көк шалғын шөп бітпеген жай қалмайды. Екінші мәтін. Қазақстан аумағында әрлі уақты 85 мың өзен бар. Олардың ішінде 7 өзеннің Ертіс, Тобыл, Есіл, Жайық, Сырдария, Іле, Шу ұзындығы 1000 километрден асады. Республиканың барлық өзендері солтүстік мұзды мұхит және ішкі тұйық көлдер алаптарына құяды. Солтүстік мұзды мұхит алабына Ертіс өзені жатады. Каспий теңізі алабы батыс Қазақстан өзендерін қамтиды. Оларға Жайық, Жем, Сағыз, Ойыл, Сарыөзен, Қараөзен тағы да басқалар жатады. Арал теңізі алабына Сырдария, Арыс, Шу, Сарысу, Торғай, Ырғыз, Талас өзендер кіреді. Балқаш Алакөл көлдер жүйесіне Қаратал, Лепсі, Ақсу, Іле, Тентек, Сарқан, Басқан және тағы басқа өзендер кіреді. Тапсырманың шарты. Мәтіндерді салыстырып, кестені толтырыңыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтінді мұқият оқып, стилін анықтайды, дәлелдейді. Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасайды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды кестедегі ықтимал жауаптармен сәйкестендіріп көрейік. Бірінші мәтін. Стилі көркем әдебиет. Тақырыбы өзен. Мазмұны ақын өлең жолдарымен тамаша табиғат аясындағы өзеннің ағысын суреттеген. Тілдік ерекшеліктері бейнелі сөздер, яғни эпитет, теңеулер, кептеулер кездеседі. Екінші мәтін. Ғылыми стиль. Қазақстанның өзендері. Мазмұны
Қазақстан аумағындағы өзендер туралы мәлімет береді және термин сөздер қолданылған. Тілдік бағдар бойынша бүгінгі меңгеретін тақырыбымыз белгісіздік есімдігі. Белгісіздік есімдігі затты, сандық белгіні, сан мөлшерді нақты көрсетпей, тұспалдап, болжап, мөлшерлеп көрсетеді. Белгісіздік есімдігіне төмендегідей есімдіктер жатады: біреу, кейбіреу, бірдеме, әрне, әркім, әлдегім, әлдене, кімдегім, бір, қайсыбір, кейбір, әлдеқашан, әрқашан, әлдеқайдан, әлдеқалай, әрқалай, бірнеше, әрбір, тағы басқалар. Грамматикалық сипаты бойынша әркім, әлдекім, әрне, әлдене, біреу, кейбіреу, бірдеме, бірдеңе, кімде-кім есімдіктері зат есімнің орнына қолданылады. Ал әрбір, бір, кейбір, қайсыбір, қайбір есімдіктері сын есімнің орнына жұмсалады. Әлденеше, біраз, бірнеше есімдіктері сан есімнің орнына жұмсалса, әрқалай, әлдеқашан, әлдеқалай, әлдеқайдан есімдіктері үстеу орнына қолданылады. Тілдік бағдар бойынша тақырыпты меңгерсек, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Есімдіктерді қатыстырып, Ыбырай Алтынсариннің өзен өлеңін қара сөзбен жазып шығыңыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы есімдіктерді қолданады, Ыбырай Алтынсариннің өзен өлеңін қара сөзбен жазып шығады. Жарайсыздар балалар. Енді оқылымнан кейінгі тапсырмаға назар аударыңыздар. 5 минуттық эссе әдісі бойынша қазақ даласы табиғи суларға бай емес деген пікірге келісу-келіспеу себептеріңізді көрсетіп, эссе жазыңыздар. Белгісіздік есімдіктерін қолданыңыздар. Дескриптор келісу-келіспеу себептерін көрсетеді. Белгісіздік есімдіктерін қатыстырып эссе жазады. Ойларын аргументтермен дәлелдейді. Балалар, есімдіктер бойынша өткен тақырыптарды бекіту мақсатында берілген мына сілтеме арқылы Learning Apps қосымшасына кіріп, сондағы тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырманың шарты берілген есімдіктерді түрлеріне қарай ажыратуымыз керек. Енді балалар, тапсырманың дұрыс жауабын тексерейік. Қайда? Сұрау есімдігі. Біраз. Белгісіздік. Неше? Сұрау есімдігі. Біреу. Белгісіздік. Өз. Өздік есімдік. Кім? Сұрау есімдігі. Бірнеше. Белгісіздік. Өзім. Өздік есімдігі. Өзіміз. Өздік есімдігі. Анау. Сілтеу есімдігі. Сол. Сілтеу есімдігі. Қайсыбір. Белгісіздік есімдігі. Әлдегім. Белгісіздік. Мынау. Сілтеу. Қалай. Сұрау. Жақсы, тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Бәрекелді балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.